Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Мен Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің арнайы пән оқытушысы Сарқұлова Гауһар Жақсыбековна. Бүгінгі магистральды электр көлігінің түйіскен желісі пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Жалпы теміржолдың жұмысы үздіксіз жүріп отыруы тиіс. Ал оның үздіксіз жүріп отыруына электрленген теміржолдың қосар үлесі көпте көп. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түйіскен желі құрылғысының классификациясы. Сабақтың тақырыбына сай, сабақ нәтижесінде нені білуіміз қажет? Яғни сабақтың мақсаты түйіскен желінің типтерімен танысу, түйіскен тізбекті желінің классификацияланатын белгілерімен танысу, жай түйіскен желіні тізбекті түйіскен желіден ажырата білу. Сабақта біздер осы түйіскен желі құрылғысының негізгі элементтерімен танысқан болатынбыз. Бұл элементтер бүгінгі өтетін материалмен тығыз байланысты болғандықтан мен тағы бір өтіп кеткім келеді. Түйіскен желі құрылғысының негізгі элементтеріне мойын тірек кабелі, мінекей мен тышқанмен көрсетіп отырамын. Мойын тірек кабеліне фиксатор бекітіледі. Мойын тірек кабеліне консоль бекітіледі. Фиксаторға бекітіледі байланыс сымы, консольға бекітіледі мойын тірек кабелі. Ал мойын тірек кабельмен байланыс сымын біздер ішектер арқылы бекітеміз. Артылыс желісінің негізгі элементтері ол түйіскен ілмек. Мінекей түйіскен ілмегіміз біздің түйіскен ілмек, қоректену желісі, сору желісі, рельстік желі. Бүгінгі біздің негізіне тоқталып өтетініміз мінекей түйіскен ілмек. Түйіскен ілмектің мынадай түрлері бар екен. Жай түйіскен ілмек, тізбекті түйіскен ілмек. Түйіскен ілмек тікелей тіреуші құрылғыға ілінеді. Төменгі жағында схемаға мән бере қойыңыздар. Мінекей бір сымды түйіскен жай ілмек, екі сымды жай түйіскен ілмек. Тізбекті түйіскен ілмек мойын тірек кабелі арқылы ілінеді. Мойын тірек кабелі тіреуші құрылғыға бекітіледі. Яғни мінекей қараңыздар, мынау мінекей бізде мойын тірек кабелі, ал мынау бізде байланыс сымы. Екеуі ішектермен байланыстырылады. Жай түйіскен ілмектің анықтамасы бір немесе екі байланыс желісінен тұрады, және де мойын тірек кабельсіз тіреуші құрылғыға ілінеді. Тізбекті түйіскен ілмектің классификациясы. Тағы да қайталап өтейін. Жай түйіскен ілмек пен тізбекті түйіскен ілмектің айырмашылығы: жай түйіскен ілмек мойын тірексіз ілінеді, ал тізбекті түйіскен ілмек мойын тірек көмегімен ілінеді. Осы екеуінің арасындағы айырмашылықты ұмытпаңыздар. Тізбекті түйіскен ілмектің классификациясы ол 5 белгі бойынша түрленеді. Байланыс сымын ілу тәсілі бойынша, сым кернеуін реттеу әдісі бойынша, тіреуіш ілгегінің конструкциясы бойынша, жоспардағы сымдардың орналасуы бойынша, байланыс сымдарының саны және оларды ілу тәсілдері бойынша. Бірінші белгі байланыс сымын ілу тәсілі бойынша біреулік, екеулік, күрделі болып үш түрге бөлінеді. Біреулік бұл байланыс сымы тікелей мойын тірек кабеліне ілінетін тізбекті ілмек түрі. Екеулік бұл мойын тірек кабеліне ішектер көмегімен қосымша сымдар ілініп, оған байланыс сымдары бекітілетін тізбекті түйіскен ілмек. Ал күрделі бұл мойын тірек кабеліне ішектер көмегімен екі немесе одан көп қосымша сымдар ілінетін және оған байланыс сымын бекітетін тізбекті түйіскен ілмек. Енді осы үшеуінің түрінің схемасын қарап жіберейік. Мінекей, байланыс сымын ілу тәсілі бойынша тізбекті түйіскен ілгіштің үш түрі алдарыңызда көрініп тұр. Біреулікте мінекей мойын тірек кабелі, мойын тірек кабеліне тікелей ішектер арқылы байланыс сымын бекітеміз. Екеулік түрінде
мойын тірек кабеліне байланыс сымын қосымша сымдар арқылы бекітеміз. Бұл жерде де ішектер пайдаланылады. Ал күрделіде мінеки мойын тірек кабеліне байланыс сымын қосымша сымдар екеу немесе одан көп қосымша сымдар арқылы бекітеміз. Мұнда да ішектер пайдаланылады. Айырмашылығын байқадыңыздар ғой. Біреулікте тікелей жалғаймыз, екеулікте бір қосымша сымдар арқылы жалғаймыз, екінші күрделіде екі немесе одан көп қосымша сымдар арқылы байланыс сымы мен мойын тірек кабелін жалғаймыз. Келесі сым кернеуін реттеу әдісі бойынша компенсаторланбаған, жартылай компенсаторланған, компенсаторланбаған, жартылай компенсаторланған, компенсаторланған болып үш түрге бөлінеді. Сымдарды компенсаторлау не үшін керек? Пайдалану барысында түйіскен ілмектердің керілуі байқалады. Сол керілуді жою үшін осындай компенсаторлау әдісі пайдаланылады. Компенсаторланбаған, сразу схеманы көрсетейін. Компенсаторланбағанда мойын тірек кабелі да байланыс сымы да тікелей тіреуге бекітіледі, қатты бекітіледі. Ал жартылай компенсаторланғанда мойын тірек кабелі мінеки тіреуге бекітіліп тұрды да, байланыс сымына компенсатор орналастырылған. Ал компенсаторланғанның ішінде мінеки мойын тірек кабелі да компенсаторланған и байланыс сымы да компенсаторланған. Енді компенсаторлау, міне мұн жерде мойын тірек кабелі да жеке-жеке компенсаторланып тұр ғой, жеке-жеке. Келесі схемада екеуіне бір компенсатор орналастыру схемасын көріп отырсыздар. Ондай да жолы бар. Келесі белгі тіреуіш ілгегінің конструкциясы бойынша. Тізбекті түйіскен ілмек келесідей болады. Қарапайым тік ішектермен, мұнда ішектер тіректен 1-2 метрден қашық емес қондырылады. Ығыстырылған ішектермен, мұнда ішектер тіректен 2 метр арақден алшақ бекітіледі. Ресторлы, мұнда байланыс сымының ішектері ресторлы тұрасқа бекітіледі. Мұнде қарапайым тік ішектермен бекітілетін түрінің схемасын қарап жіберейік. Мінеке байланыс сымы мынау мойын тірек кабелі тікелей екеуі байланысып тұр. Ал мына ығыстырылған ішектермен, яғни мінеке көрдіңіздер ма, екі жақтан ығыстырылып байланыстырылып тұр. Ресторлы дегеніміз мінеке байланыс сымы мойын тірек кабелі ресторлы трос арқылы байланыстырылып тұр. Көрдіңіздер ғой. Келесі түрі жоспардағы сымдардың орналасуы бойынша тізбекті түйіскен ілгішіміз тік, қисық, жартылай қисық, ромб тәріздес болады. Тік түрі бұл жоспарда сымдардың бірдей тік жазықтықта орналасатын тізбекті ілмек түрі. Схемасына келетін болсақ, мінеке қараңыздар. Міне, мына сызықпен бізде мойын тірек кабелі де осы сызықпен байланыс сымы да өтіп жатыр. Келесі қисық. Мұнда мойын тірек кабелі жоспарда байланыс сымынан айтарлықтай ығыстырып қондырылған. Мінеке қараңыздар. Мынау мойын тірек кабелі. Мойын тірек кабелі мінеке мынау. Ал оған қарама-қарсы бағытта қисық байланыс сымы өтіп жатыр. Келесі жартылай қисық. Мұнда мойын тірек кабелі жол осі бойынша қондырылады. Жол осі, мінеке мойын тірек кабелі жол осі бойынша қондырылады. Ал байланыс сымы зигзаг түрінде орнатылады. Келесі бізде ромб тәріздес. Мұнда байланыс сымдары жоспарда тірек маңында ромб түрінде жан-жақты зигзаг болып ілінеді. Мынау біздің мойын тірек кабеліміз.
мойын тірек кабеліміз ось бойынша жатыр. Ал байланыс сымы ромб тәріздес орналастырылған. Көрдіңіздер ма? Тіректің бойында байланыс сымы мен мойын тірек кабелінің арасы 300-400 мм, ал олардың аралығында 50-100 мм. Жазықтықты ромб тәріздес. Бұл екі мойын тірек кабелімен байланыс сымдары жол осіне қарағанда ромб түрінде орналасуы. Аралықта екі сым байланысады, шарнирлі планкамен бекітеді, олардың ортасында мойын тірек кабеліне арнайы элементпен бекітіледі. Мінеки алдарыңызда, мінеки осы жазықтықта ромб тәріздес түйіскен ілмектің түрі көріп тұрсыздар. Ромб тәріздес мінеки байланыс сымы жүріп жатыр, мойын тірек кабелі өтіп жатыр. Мінеки тағы бір түрі. Байланыс сымдарының саны және олардың ілу тәсілдері бойынша бір байланыс сыммен, екі байланыс сыммен. Екі байланыс сыммен өзара екі түрге бөлінеді екен. Ішектер шахматты түрде орналасады. Мұқият қарасаңыздар мінеке. Міне бір ішек, ар жағында екінші ішек. Бер жағында үшінші ішек, ар жағында төртінші ішек. Көрдіңіздер ғой? Байланыс сымы, мойын тірек кабелі. Так, ал ішектердің ығыстырылып орналасуында, мінеки көрдіңіздер ма? Ығыстырылып ішектер орналастырылып тұр. Екеуі де ресторлы трос арқылы байланысып тұр. Так, енді осы тақырып бойынша сіздерге мынадай бақылау сұрақтары беріледі. Түйіскен желінің типтерін атаңыздар. Ілмек дегеніміз не? Түйіскен ілмектің түрлері қандай? Жай түйіскен ілмектің анықтамасын айтыңыздар. Тізбекті түйіскен ілмектің анықтамасын айтыңыздар. Жай түйіскен ілмек пен тізбекті түйіскен ілмектің арасындағы айырмашылықты атаңыздар және схемадан көрсетіңіздер. Тізбекті түйіскен ілмек қандай белгілер бойынша классификацияланады? Тізбекті түйіскен ілмектің белгілері бойынша түрлерін ата. Бұл сұрақтың жауаптарын әрқайсыңыз осы берілген материал арқылы дәптерлеріңізге жазасыздар және EduPage программасына голосовой дауыстық хабарлама арқылы маған айтып бересіздер. Өткен сабақта оқушылар сіздердің орындаған тапсырмаларыңызды тексеріп шықтым. Өткен сабақта берілген тапсырманы орындағаны бойынша 11 оқушыға баға қойдым. 11 оқушының бағалары түсіп тұр. Амандық, жарайсың деп айтқым келеді. Азамат, жарайсың. Дәурен, жарайсың. Нұрдәулет, өте жақсы. Бүгін 100%-ға жауап бердің. Ертелек, күнделікті 100%. Шадияр, өте жақсы. Молодец. Так, Ануар, 60%-ға. Так, осымен бірге сіздерге өз бетінше орындау тапсырмасы берілген болатын. Сол тапсырманы барлықтарыңыз орындаған екенсіздер. Өте жақсы. 82%. Жаңа тақырып бойынша сіздерге тест тапсырма беріледі. EduPage-ден барады сіздерге хабарлама ретінде. Және өз бетінше орындау тапсырмасы беріледі. Бұл өз бетінше орындау тапсырмасын мен сіздерге түсіндіріп жіберейін. Өз бетінше берілген схеманы санмен көрсетілген элементтердің атауын жаз. Бұл жерде электрмен қамтамасыз етудің принципиалды схемасы көрсетілген. Бұл схеманы өткен сабақта біздер сурет түрінде қарастырдық. Мұқият қарап көрсеңіздер, өткен материалды қарап көрсеңіздер,
Бұны біздер сурет ретінде қарастырдық. Енді сол суретті мен сіздерге схема түрінде беріп отырмын. Неке, бір ғана подсказка жасайын. 1 деген номер ол электрмен қамтамасыз ету станциясы. Ар жағын өздеріңіз алып кетіңіздер. Осы электрмен қамтамасыз ету станциясынан түйіскен желіге қарай электр тоғы қандай құрылғылар арқылы жетуі тиіс. Маған осы тапсырманы келесі сабаққа орындап беріп жіберіңіздер. Түйіскен желі құрылысының классификациясы тақырыбы бойынша сіздерге толық материал берілді. Үй тапсырмасы берілді. Бақылау жұмысының сұрақтары берілді. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.